Қыздар, ауызашарға осындай шах тауық жасайтын боламыз. Бір ғана ыдыста оңай әрі тез дайын болады. Олай болса кеттік. Осындай заготовкасына 10-15 минут қана кетеді. Алдымен қамырымызға 200 грамм айранды құйып аламыз. Айранымызға жұмыртқа, тұзымызды салып, кішкене ұнымызды қосамыз. Ұн бұл жерде 400 грамм. Ұнымызға разрыхитель қосамыз, сұйық май қосамыз, біраз қасық, жақсылап осылай жұмсақ қамыр илеп аласыздар. Илеген қамырларыңызды целлофан пленкаға салып, бір шетке алып қойыңыздар. Енді начинкамызға көшеміз. Осындай тауықтың аяқтарына тұз, бұрыш, сұйық май қосып, картошка, болгар бұрышын, помидор, сәбіз, сарымсақ қосасыз. 2 ас қасық майонезді қосып, жақсылап араластырып аласыз. Дайын начинкамызды шетке қойып, енді қамырымызды жаямыз. Қамырымыз осылай үлкендеу бөлігін астыңғы бөлігіне жібереміз. Астыңғы бөлігі кішкене ұзындау, үлкендеу болу керек. Енді жақсылап 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Менің ыдысым 4 бұрышты. Егер сізде домалақ болса, домалақ қылып жайсаңыз болады. Осылай жақсылап жұқалау қылып жайып аласыз. Ыдысымызға, формамызға осылай майымызды жақсылап жағып шығыңыз. Асты жабысып қалмайды, әдемі болып піседі. Енді қамырымызды осылай орналастырып шығамыз, шет-шетіне жабыстырып, ыңғайлы етіп өзіңізге. Начинкамызды ішіне жақсылап салып шығасыз. Ішінде начинканың кішкене сұйықтық болса да, ішіне құйып жіберсеңіз, әдемі болып шығады. Сол сорпасымен өзі пісіп, бұқтырылып, әдемі болып шығады. Осылай барлығын салып болған соң, екінші қамырымызды жайып, бетіне беттестіріп, шет-шетін өзіңізге ыңғайлы етіп түйсеңіз болады. Міне осылай түйіп аласыз. 200 градус печкада 50 минутқа қойып, жақсылап пісіріп алыңыз. Піскен тамағымызды міне өзіңіз көріп отқандай өте қытырлақ, қамыры өте жұмсақ. Қамырын кәдімгі нанның орнына жейсіз, ішіндегі сұйықтық сорпасына батырып жесеңіз, өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сау болыңыздар.